Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Биыл КТП-ны осы жерге енгіземіз. Календарное планирование. Мысалы, 9-шы уже создать КТП. Бұл жерде предмет таңдайсыздар математика. Мысалы, әр пәндеріңіз таңдап. Подгруппа весь класс емес, но жерде класс деп таңдайсыздар. Класс деп таңдайсыздар. Немесе бірінші топқа, екінші топқа АТБ-де СБО 1, мысалы СБО 2 әрқайсыңыз өздеріңіз группаларыңыз таңдайсыздар. Ал егер жалпы сыныпқа беретін болсаңыздар, класста таңдайсыздар. Класс деп таңдаймыз. Сосын мына жерде ат жөндеріңіз таңдайсыздар. Сосын количество часов мына жерде, мысалы бір жылда математикада 100-170 сағат. Осы жерді дұрыстап енгізіңіздер. Әрқайсыңызда бір жылда неше сағат екен. Математикада мысалы 170 сағат. Содан кейін сохранить. Мына жерде домашнее заданиені басасыздар. Сосын барып сохранить. Содан кейін мындай весь код осылай шығады. Сосын раздел, добавить раздел. Разделді мына жерден қарайсыздар ғой міне. Мысалы менде сандар және шамалар деп тұрма. Осы сандар және шамаларды көшіріп қоямыз. Көшіреміз. Содан кейін осы жерге қоямыз. Сандар және шамалар осылай қойдық. Содан кейін сохранить. Сосын ары қарай добавить уже тему деп басасыздар. Добавить тему. Название тақырыбын енгізесіздер. Тақырыбын енгізіп, сосын числосын қоясыздар. Мысалы, сентябрьдің 2-сінде менде. Сохранить. Сосын тағы да добавить тему. Добавить тему. Жаңа тақырып қайталанатын болса, копировать етіп қоя саласыздар. Содан кейін мында келесі числоны таңдайсыздар. Немесе жаңағы тақырып сентябрьдің 2-сінде қайталанатын болса, тағы да осылай сентябрьдің 2-сін таңдап, сохранить деп басасыздар. Осылай кете бересіздер. Сосын келесі раздел басталады ғой. Тағы да добавить раздел деп басасыздар. Сосын тақырыбын атауын жазасыздар. Сосын сохранить. Қайтадан осы разделға добавить тему. Осылай жалғастыра бересіздер.